Бектанов айтады. Жұмыс істемейтін адамдарды асырауға міндетті емеспіз дейді. Есеп бастарда бұлар. Негізі осы есепке басы қатты жұмыс жасайтын адамдарды есеп бас деп айтады негізі. Есеп бас кімді асырап жатыр екен? 35 жылдан бері ұрығары өкіметті халық емес асырап келе жатқан. Қандай халықты асырап жатсыңдар сендер? Өкіметті отырып алып жекеменшік жасап алдыңдар ма? Халыққа қызметшісіңдер сендер. Өздерінше жаңа біз асырауға міндетті емес, өкіметті жекеменшік қылып алдыңдар ма? Халық емес асырап келе жатқан. Штраф десе штрафын төлеп жатырмыз. Қайт етсе штраф қазір. Налог десе налогын төлеп жатырмыз. НДС тағы бір төлеп жатырмыз бәрін. 300 мың айлық алсақ, оның 100 мыңын жаңағы пенсионный, подоходный, социальный тағы бір оған беріп жатырмыз. Кім-кімді асырап жатыр екен? Халықты асырап тегін үй беріп жатсыңдар ма? Жұмыспен қамтып жатсыңдар ма? Аймай шотымызға ақша салып жатсыңдар ма? Не істеп жатсыңдар асырап? Біз емес пе сіздерді асырап жатқан? Кетіңдер орындарыңнан. Ағайындар бәрін қолдарында телефон. Бектановтың осы сөзі үшін бойкот кетсін орнынан. Керегі жоқ ондай бізге. Жетіспеуден шаршады жұмыр басым.